Сәлем сұлулар, мен бүгін сіздермен тауық пен картошкадан жасалатын әдемі бір тағаммен бөліспекшімін. Ең алдымен тауықтарымызды жуып, тазалап, суын ағызып, және картошкаларымызды тазалап жуып аламыз. Сөйтіп барып, тауықтарымызды дәмдеуіштермен мариноваттайтын боламыз. Мен ең алдымен тауыққа арналған дәмдеуіштерден 2 қасықтай салып жібердім. Және қара бұрыштан қасықтың ұшындай салып жібердім. Ол дәмдеуіштердің қанша салатындарыңыз өздеріңізге байланысты. Кейбіреулер дәмдеуіштердің көп болғанын ұнатады, кейбіреулер аз болғанын ұнатады. Біз өзіміз дәмдеуіштердің аздау болғанын ұнатамыз. Және мен осындай 4 қасық майонез салып жібердім. Сосын барып, сухой томат дейміз ғой, құрғақ томаттан азғантай сеуіп жібердім. Цветі, реңі әдемі қызарын қарап шығу үшін енді осылардың бәрін жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз, араларына кіргізіп, барлық еттердің барлық жеріне жағылуы керек. Майонезде, дәмдеуіштерде әсіресе майонезде тұз болғаны үшін мен тұзды аздау себемін. Тұзда қалай сепсеңіздер, ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Өйткені дәмдеуіштердің өзі кәдімгідей тұзға ұқсаған қышқыл дәм береді. Енді осылай жақсылап араластырып болған соң, мен жарты сағат 40 минутқа осылай біраз тұндырып қоямын. Енді картошкаларымызды дайындап алатын боламыз. Яғни картошкаларымызды мен 2 түрлі осылай турап алдым. Біреуін домалақ жұқа етіп турадым, ал екіншісін сопақтау етіп, сәл жуандау етіп турадым. Картошкаларымызға осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұзды сеуіп аласыздар және араластырып жібереміз. Тұзы әдемі сіңіп тұруы үшін, сосын мен жуан туралған картошкаларымызға азғантай майонез, 1 қасық майонезді салып, және оның үстінен кәдімгі паприкадан азғантай сеуіп жіберемін. Картошкаға да әдемі дәм береді. Бұл паприканы салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Және осылай паприкаларымызды салып, араластырып, картошкаларымызды да 5-10 минутқа, 15 минутқа демалдырып қоясыздар, тұндырып. Қанша тұндырсаңыздар, соншалықты әдемі дәм береді. Енді дайын болған картошкаларымыз бен тауықтарымызды осылай листімізге теріп аламыз. Мен листке фольга салдым. Фольга болмаса, пергамент қағаздарын салсаңыздар болады. Ал пергамент қағаз болмаса, кәдімгі листтің өзіне азғантай май жағып жіберіп, теріп шықсаңыздар да болады. Мен бұл листке, яғни фольганың үстінен май құйған жоқпын. Өйткені ол етке де байланысты. Еттеріңіз майлылау жаңағы болып жатса, онда майдың қажеті жоқ, және майонез болғаны үшін бұның өзі де сулы әдемі болып жаңағы піседі, құрғақ болып қалмайды. Осылай ең алдымен аяқтарымызды теріп шықтым. Одан соң картошкаларымызды ортасына тердім, жуан етіп туралған картошкаларымызды. Сосын барып қанаттарымызды теріп шықтым. Ең шетіне жұқа етіп туралған картошкаларымызды теріп шықтым. Мен осылай теріп шыққан соң, жаңағы құрғақ томаттан, сухой томат дейміз ғой, содан аяқтарымыздың үстіне жағып жібердім. Қызылдау болып, цветі әдемі болып шығуы үшін, және ол да өз қалауларыңыз. Оны жақсаңыздар да, жақпасаңыздар да болады. Сосын барып, жаңағы жұқа етіп туралған картошкаларымызға жаңағы паприкадан сеуіп жіберетін боламыз. Ең алдымен осы томатымызды сеуіп, аяқтарымыздың үстіне жағып аламыз. Мен жұқа етіп туралған картошкаларымызға жаңағы паприкадан сеуіп жібердім.
осылай әдемілеп жақсылап дайындап аламыз. Мен 170 градуста 1 сағаттай пісіріп аламын. Әрқайсымыздың пешіміз әртүрлі градуста қызиды. Сол үшін өздеріңіз пештеріңіздің градустарын өздеріңіз дұрыстап алыңыздар алдын ала. Ал ас болсын.